Қайырлы күн сүйікті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен хит болып жүрген рулеттердің бірі шпинатный рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шпинатымызды жақсылап жуып кептіріп аламыз. Ыдысымызға салып, блендерден өткізіп, жартысын өткізіп алған соң, қалған жартысын салып, бәрін толық блендерден өткіземіз. Блендерден өткізген шпинатымызды кеңірек ыдысқа салып, үстіне шай қасық ұшымен тұз, кішкене лимон шырынын қосамыз. Төрт жұмыртқаның сары уызынан ақ уызын ажыратып, шпинатқа тек сары уызын ғана қосамыз. Жұмыртқаның ақ уызын сары уызына кетіп қалмауы қажет. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 50 грамм ұн қосамыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ақ уызымызды миксерлейміз. Толығымен аппақ болып көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Миксерлеп алған соң шпинатымызға бөліп қосамыз. Үлкен қасықпен астынан үстіне қарай осылай жақсылап араластырамыз. Ақ уызымыз отырып қалмас үшін. Жақсылап араластырып болған соң, противенге пергамент қағазын төсеп, шпинатымызды бір тегіс қылып жаямыз. Жақсылап тегістеп жайып алған соң, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Енді салмамызды дайындайық. 300 грамм творожный сырға лимон шырынын қосып араластырамыз. Қызыл балығымызды кесіп дайындап қоямыз. Салқындаған бисквитімізді пищевой пленкаға түсіріп аламыз. Творожный сырды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Жайып болған соң 200 граммдай қызыл балығымызды басынан бір қатарынан қойып шығамыз. Пищевая пленканың көмегімен осылай ораймыз. Нығыздап орайтын боламыз. Орап алған рулетіміздің шылфын астына қаратып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және әдемі болып шығады. Менің каналымда бұдан да басқа рулеттердің рецепттері бар. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.